Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Зарина. Мен бүгін өзімнің сүйікті тосабымның рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге лимон және қант керек. Ең алдымен лимонды ас содасымен жақсылап жуып тазалап аламыз. Одан кейін лимонды өте жіңішке және жуан қылмай, жартылай сақиналап турап аламыз. Лимонды турау барысында ішіндегі дәндерін тазалап алып тастау керек. Өйткені қайнау барысында бір жартыдан кетіп қалғанның өзінде де біздің тосабымыз қышқыл болып кетеді. Лимонды турап болғаннан кейін ыдысымызға салып, үстіне қант қосамыз. Мен қантты 4 бөлікке бөліп қосамын. Бірінші бөлігін қосқаннан кейін лимонды астынан үстіне қарай араластырып, жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін біздің қант еріп, астында сироп пайда болады. Одан кейін қанттың екінші бөлігін қосып, араластырып, ыдысымызды отқа қоямыз. Тосап қайнай бастаған кезде қанттың үшінші бөлігін қосып араластырып аламыз. Екінші қайнау барысында қанттың төртінші бөлігін қосып араластырып алғаннан кейін 5 минутқа баяу отқа қойып қоямыз. Бес минуттан кейін отты өшіріп, тосапты жарты сағатқа суытып қойып қоямыз. Суығаннан кейін тосапты ыдысымызға құя берсек болады. Менде осындай көлемдегі 2 банка тосап шықты. Мен лимоннан жасалған тосапты шайға қосып ішкенді жақсы көремін. Дәмі деген өте керемет болады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.